Қайырлы күн достар. Бүгін тұздалған қиярмен қызанақ және де қырыққабаттан осылай банка жауып алатын боламыз. Ең алдымен бізге керекті қияр және де қызанақ, ащы бұрыш және міндетті түрде осылай банкаларымыздың барлығын ыстық су құйып дайындап алатын боламыз. Және болгарский перец, чеснок, қызыл бұрыш, кәдімгі домалақ бұрыш керек, сосын капуста, яғни қырыққабат. Осылай ең алдымен біз банкамызды стерилизовать етіп алғаннан кейін міндетті түрде ішіне жаңағы укропты және де хрен салып алатын боламыз. Және ішіндегі дайындап қойған чеснок, болгарский перец, ащы бұрыш, лавровый листті салып аламыз. Бетіне қиярдың барлығын осылай біркелкі етіп салып аламыз. Қызанағымызды толтырып салсаңыздар болады. Енді келесі банкіге басқаша түрін жасаймыз. Дәл осындай хрен, чеснок, укроп, ащы бұрыш, лавровый лист барлығын салып алғаннан кейін міндетті түрде бағанағыдай тағы да қиярларды салып шығамыз. Сосын болғаннан кейін қиярдың үстіне бағана салған қызанақтың орнына қырыққабатты салып қоятын боламыз. Негізді банка жауып жатқан кезде мен 3 түрін жабамын. Қырыққабатпен, помидормен және де тек қана қиярмен жабуға болады. Міне мына кезде қырыққабатпен қиярды бірге көрсеттім. Сонымен қатар қияр мен қызанақты бірге көрсетіп жатырмын. Болмаса бірыңғай қиярмен ғана жабуға болады. Ең үлкен біздің ең жаңағы керекті бізге ішіне не қосамыз тағы да деп сұрап жатқандарыңыз болса, барлық кезде 3 рет ыстық суды, яғни 2 рет ыстық суды құясыздар, оны төгіп тастайсыздар, тағы екінші рет тағы ыстық су құясыздар, сосын оны да төгіп тастайсыздар. Үшінші рет ыстық су құймай жатып, 3 литрге 3 қасық қант, 3 қасық тұз, 1 үлкен қасықпен уксус құйып, бетіне ыстық суын құйып жауып тастаймыз. 2 литрге 2 қасық, 1 литрге 1 қасық деп қосып өздеріңіз дайындай берсеңіздер болады. Тұздалған қияр, капуста, қызанақпен жасалынған банка жабуды көрсеттім. Аз болсын, осылай дайындап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Комментарийге жазып маған сұрақ қалдырсаңыздар болады.